Сәлеметсің бе озат оқушым? Бүгін бізде 83-ші сабақ. Жыл мезгілдері, айлар, апта күндерінің ретін білетін боламыз. Бірінші есеп. Жыл мезгілдерін, олардың әр қайсында аталып өтетін мерекелерді айт. Әрбір мезгілде неше ай бар? Оларды ата. Сенің сүйікті мерекен қай жыл мезгіліне аталып өтеді? Осы мезгілдің белгілерін сипатта. Достарың оны тапсын дейді. Мұнда суретте 4 жыл мезгілі көрсетілген, қыс, көктем, күз және жаз. Осы әр жыл мезгілінде неше ай бар? Соларды атап көрейік, және осы мезгілдерде қандай мерекелер аталып өтеді? Соның ішінде сенің сүйікті мерекең қайсы? Соны да айтып өтсек болады екен. Ең бірінші 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні дейді. Яғни желтоқсан айы қай мезгіл? Қыс мезгілі, желтоқсан, қаңтар, ақпан. Осы 3 ай қыс мезгіліне жатады екен. Келесі наурыз, сәуір, мамыр. Ол көктем мезгілі. Көктем мезгілінде біздің қандай мереке бар? Көктем мезгілінде наурыз мерекесі бар, өзі айдың аты айтып тұр, 22 наурыз біздің ұлттық мерекеміз екен. Одан кейін 3-ші мезгіл, жаз мезгілі болады екен, көктемнен кейін жазда халықаралық балаларды қорғау күні болады екен. Ол 1-ші маусымда болады, балалар күні. Мінекей, одан кейін 4-ші мезгіл күз мезгілі. Күз мезгілінің алғашқы айында біз мектепке барып оқу жылы басталады екен, қыркүйек айынан. Жаз мезгілінің айлары маусым, шілде, тамыз. Ал күз мезгілінің айлары қыркүйек, қазан, қараша екен. Яғни әр жыл мезгілінде 3 ай бар екен, 3 айдан. Бір жылда сонда 12 ай болады екен. 4 мезгілдің әр қайсында 3 айдан, бір жылда 12 ай болады екен. Әр мезгілде өзінің бір мерекелер болады екен, осы мерекелердің ішінде сенің сүйікті мерекен қайсы? Соны да айтып өтсең болады озат оқушым. Ал бізде келесі 2-ші есеп. Есепте тексер дейді, өзіндік жұмыс екен. 6-ға 4-ті қосамыз. 10 болады, 8-ден 7-ні азайтсақ 1 болады екен. 90-нан 50-ді азайтамыз. 40 болады. 30-ға 70-ті қоссақ 100 болады екен. 100-ден 60-ты азайтамыз. 40 болды. 20-ға 80-ді қоссақ 100 болады екен. Яғни қосу және азайту амалдары бойынша бірнеше есептер берілген екен, соларды осылай шығарып көрдік. Қатесі жоқ екен, соларды тексеріп ал, алдымен озат оқушым. Бәлкім арасында қате болуы мүмкін. Тексеріп, есептеп, дұрыс жазып ала ғой. Келесі 3-ші есеп, тапсырманы орында. А нұсқасы, апта күндерін тура және кері ретпен ата дейді. Яғни дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бұл тура ретпен аталады, Енді кері ретпен атап өтетін болсақ, жексенбі, сенбі, жұма, бейсенбі, сәрсенбі, сейсенбі, дүйсенбі. Бұл кері ретпен атап өткеніміз болады, озат оқушым. Келесі нұсқасын оқып көрейік. Есепті шығар, сұлбаны толтыр. Балалар дүйсенбі күні 5 жемсауыт, ал сейсенбі күні 3 жемсауыт ілді. Балалар 2 күнде барлығы неше жемсауыт ілді? Кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Енді осы берілгені бойынша есептің қысқаша жазылуын жазып алайық. Дүйсенбі күні 5 жемсауыт, сейсенбі күні 3 жемсауыт. Барлығы неше жемсауыт болды 2 күнде орналасқан? Яғни барлығын табу үшін 5-ке 3-ті қоса саламыз, сонда жауабы барлығы 8 жемсауыт ілген екен, балалар. Енді осыған кері есеп құрастырып көрейік. Балалар дүйсенбі күні 5 жемсауыт ілді, ал сейсенбі күні белгісіз, бірақ дүйсенбіге қарағанда 2 жемсауытқа кем ілді. Кем десек біз 5-тен 2-ні азайта саламыз, Сонда сейсенбі күні ілген жемсауыттың саны
үшеу шықты. Есептің берілгені бойынша қысқаша жазбасын жазып, сұлбаны толтырдық. Және осы есепке кері есепте құрастырып, оны да шығарып алдық. Озат оқушым. Келесі бізде төртінші есеп. Бос орындарға тиісті сандарды ата дейді. Мұнда 8-ге нешені қоссақ 10 болады? 2-ні қоссақ 10 болады екен, Ал 80-ге 20-ны қосқанда 100-ге тең болады екен. 9-дан нешені азайтсақ 5 қалады? 4-ті азайтсақ 5 қалады екен. 90-нан 40-ты азайтқанда 50 қалады екен, Енді мына жерде қарашы, 80-ге бір санды қоссақ 80 болады екен. Ол қандай сан деп ойлайсың? Ол 0 болады, 0. Яғни 80-ге 0-ді қоссақ, 80-нің өзі болады екен. Ал 80-нен 0-ді азайтсақ та 80 шығады екен, Себебі 0 деген ол жоқ деген сан, Мысалға, мінеки озат оқушым, төртінші есепті де шығарып алдық. Келесі математика күнделікті өмірде. 5-ші есеп, сұраққа жауап бер дейді. Сырым дүйсенбі күнгі жаттығуда сәрсенбіге қарағанда алысырақ, бірақ сенбіге қарағанда жақынырақ секірді. Ол қай күні ең алысқа секірді дейді. Бұл логикалық есеп екен, біраз ойлану керек болады екен. Дүйсенбі күнгі жаттығуда сәрсенбіге қарағанда алыс секіріпті, бірақ сенбіге қарағанда жақынырақ секіріпті. Сонда ең алысқа секірген ол сенбі күні екен, Өйткені сенбіге қарағанда жақынырақ секірді дейді. Яғни сенбі күні дүйсенбіге қарағанда алысқа секірген екен. Озат оқушым, мінеки осы есепті де оқып, түсініп, жауабын тауып алсаң болады. Бұның жауабы сенбі күні болды, Түсінбесең, бір-екі рет қайта оқып шыға қой. Немесе сұрағыңды комментарий бөліміне жаза кете қой. Біздің бүгінгі жыл мезгілдері туралы сабағымыз осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бола қой.